Korkuyorum cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem mi zayıf? Derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem mi zayıf? Derdime suları katıp katıp içiyorum. Сәлем достар, сіздер мен Тағдырға сен түрік теле хикаясы. Алдымен каналымызға тіркеліп алыңыздар. Ал бүгінгі бөлімде айтатынымыз, яғни Ферит қайтып келді, Нью-Йоркқа ұшқан жоқ. Аталарының ауырып қалғанын естіп, дереу ауруханаға жетіп келеді. Атасын көріп, қуанып, кешірім сұрап, көңіл күйлері жақсы болып бір-бірімен әзілдесіп, тамақтанып әзілдер жарасып. Сол кезде Ферит пен Сейран екеуі бір-бірімен тамақтанып отырған кезде Сейран өзінің үйінде болған жағдайларын айтып береді. Әкелерінің алып кеткенін, бөлмеге қамап қойған. Ал бірақ соған қарамастан Сейран үйінен қашып шығып, Феритті қайтаруға тырысты. Фериттің қайтқан себебі де Сейранның оған деген махаббаты болады. Көңіл күйлері тамаша, ертесіне аталары да ауруханадан шығып, жағдайы жақсарып, үйінде барлығы бас қосып тамақтанып, отбасылы болып отырады. Ферит пен Сейран тамақтануға шығады, ал Ферит болса Сейранға уәде береді Пеленмен хабарласпау. Сол кезде бәрібір Фериттің ішінде бір күдік болып, Пеленге хабарласып, қайда отырған сұрайды. Ал бірақ Пелен хабарламасына да жауап бермейді, қоңырау шалса, қоңырауына да жауап қайтармайды. Содан кейін Фериттің өзі іздеп тауып отырған жеріне барады. Осы жағдайға байланысты Сейран мен Ферит және ұрсып қалады. Үйлеріне қайтып келген кезде бөлмелерінде бір-біріне қатты ауыр сөздер айтып, неге бір-бірімізді қайтардық, неге бір-бірімізге деген үмітімізді қайта жақтық дегендей бір-бірімен өте қатты ауыр сөздер айтып бір-бірімен ұрсып қалады. Сол кезде Сейран шешім қабылдайды, болды, енді сен өз орныңды білесің, маған артық әңгіме айтпайсың дегендей өзінің ойын айтып қатты ашуланады. Және қатты ызаланып, көңіл күйі болмай отырады. Ал сол күні Сейранның әкесі де Қасым мырза жеке жайға келіп, отбасылармен, яғни аталармен сөйлесуге келеді. Ал сөйлесуге келген кезде Қасым мырзаның да көңіл күйі болмай, бұл жағдай маған мүлдем ұнаған жоқ. Бұлардың бір-біріне деген сенімдері мүлдем жоқ деп, мен қызымды алып кетем дейді. Сол кезде аталар да өзінің ойларын айтып, жоғалып кетпесін, біздің келініміз осында болады. Сейранның өзінен сұраймыз. Өзі кетеді ме екен, жоқ па екен деп Сейранға сұрақ қояды. Ал сол кезде Сейран қатты ашуланып, Феритпен ұрсып қалған болады. Сондықтан ызаның, ашудың арқасында ол әкемнің айтқан сөзі, менің айтқан сөзім деп орнынан тұрып кетеді. Ал әкесі болса заттарыңды жина деп, заттарын жинап, қызын үйіне алып кетеді. Бұл жағдай Феритқа өте ауыр тиеді. Ол да оңашада ойланып, сөзі саралап, маған не керек, менің отбасым қалай болады, менің жағдайым қалай болады деп ойланып, саралап, шешім қабылдап, Сейранның артынан барады. Достар, сіздерге біздің видеоларымыз ұнап жатса, каналымызға тіркеліп кетіңіздер, ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен тек қана қазақ тілінде түрік телехикаяларына обзор жасап Korkuyorum cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem mi zayıf? Derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem mi zayıf? Derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem mi zayıf? Derdime suları katıp katıp